أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ассаламу алейкум досым. Бисмилля, я Раббым, өзіңнің ғана разылығың үшін дәрісімізді бастауға ниет еттік. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламмен Әбу Бәкір Мәдинаға келді. Адамдар қатты қуанып, әндетіп қарсы алды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сол жерден мешіт соғайын деді, және мешітке ең жақын жер Абу Аюб әл-Ансаридің үйі екен. Абу Аюб әл-Ансаридің үйіне мешіт біткенге дейін сол жерде өмір сүремін деді. Және ол мешіттің жері жетім балалардың жері екен. Біз сізге Сәхіл мен Сухайл деген жетім балдар осы жерді сізге сыйлаймыз, сыйлық етеміз дегенде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ол жерді сатып алды. Жалпы Абу Аюб әл-Ансари ол 2 этажды үйде тұрған. Алдымен 2-ші этажында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тұрмаймын, сендерге кедергі болмасын, мен 1-ші этажда тұра берейін деп ұсынып еді. Олар уайымдап зияным істеп кете ма деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды 2-ші этажына көтерген. Жалпы дәл сол кезде кезінде Мәдинаға келген уақытта әртүрлі адамдар келіп дінді қабылдап, тіптен біреулер дінді қабылдамай кеткендер де бар. Хуай ибн Хаттан деген Сафия деген анамыздың әкесі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көрген заматта бұл кітапта келген, Забурде, Инжилде, Табурде келген пайғамбар дәл осы деді. Өлгенше қасарысып өтемін деп дінді қабылдамаған. Ал жалпы Румайса бин Мирхан деген әйелдің аяқ киімінің даусын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жәннатта естіген. Румайса Малик ибн Надыр бұл дінді қабылдамаған, бірақ дінді қабылдамай қайтыс болып кеткен. Румайса бин Мирханның өзінің әйелдікке алуға Мәдинада көп адамдар оған қалайды екен. Сөйтіп бір күні Абу Талха деген мерген адам оның қолын сұрайды. Румайса махрге дінді ұсынды. Егер сен ислам дінін қабылдасаң, мен саған тұрмысқа шығам деп. Сосын ол Абу Талха жақсы, дініңді қабылдайын деп дінді қабылдап, екеуі біраз жыл өмір сүрген. Және оның балалары болды. Сол баласын Анас ибн Малик деген баласын өзінің бірінші күйеуінен туылған баласын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға Румайса сыйлыққа берген. Жалпы Румайса мен 2-ші жолдасы Абу Талханың екеуінің бір баласы болады. Ол бірақ Абу Талха сапарлатып кеткен кезде ол қайтыс болып қалады. Бірақ Румайса ол келген кезде сенің балаң осындай болып қайтыс болды деп айтпай, алдымен жақсылап демін алсын деп жаңағы өзінің жұмыстарын аяқтап болғаннан кейін, барып айтқаннан кейін жолдасы қатты ашуланып пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға бұрқан-талқан болып, қараңызшы, Алланың елшісі осындай да адам бола ма екен, ол келе салысымен маған айтпай, мен ұйықтап тұрып жаңағыдай жұмыстарымызды бітіріп болғаннан кейін айтты дегенде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам күліп, Алла өткен түндеріңнің берекесін берсін деген. Румайса сол сөзден кейін 7 перзент босанды, 7-еуі де хафыз болған. Жалпы оның сыйлаған баласы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға Анас ибн Малик ол өте ғалым болған, 100 жыл өмір сүрген, баласы өте көп болған, өте көп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан дұға алған және Құранды өте жақсы меңгерген сахаба ғалым болған. Сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламда қасында ығы-жығы болып жатқанда Сухайб ибн Синан ар-Руми, румдықтардан Сухайб келді. Бар дүниесін тастап Меккеден Мәдинаға келген. Болғанның барлығын айтып берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сухайб ұтты.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты: оқ бойы озып тұратын 4 адам бар. Римдіктерден Сухайб, парсылардан Сәлман, арабтардан Мұхаммед, эфиопиялықтардан Біләл деген. Дәл осы жерде екінші айтылған парсы Сәлман әл-Фариси туралы досым, мен саған баяндап берейін. Сәлман әл-Фариси, ол шын есімі Мәбә ибн Мушқазан деп аталған. Бушқазан Иранда туылған, әкесі отқа табынған. Сәлман әл-Фариси отын жинап жүрген кезде ол христиандықтардың табынып жатқанын көріп таң қалып қызығады. Әкесі қапаста ұстаған. Кейін сол христиандықтардан білім алып жүріп, шіркеуге кетіп жүріп, ол сол әкесінен қашып кетеді. Біздің отқа табынғанымыз мүлдем дұрыс емес депті. Ал әкесі оны көп аяғына кісен салып, солай қатты қинаған. Сөйтіп сол кісенімен қашып, христиан дініндегі шіркеу басшысына келіп қызмет етіп, басшысының құйтырғы әрекеттерін көріп қалады. Басшы қайтыс болғаннан кейін қазынасының барлығы сандықта садақа деп жинаған адамдардан, бірақ оны сандықта жасырады. Адамдардың барлығы жылап жатқанда: сендер неге жылайсыңдар? Ол басшыларың осындай адам еді. Мінім олардың қаншама мыңдаған жинаған садақаға жиналған ақшасын өзіне жинады дейді. Сөйтіп олар одан кейін басқа бір тақуа болған кісінің қолында жүреді. Сәлман әл-Фариси, ол да қайтыс болайын деген кезде, енді мен осы білімді қайдан алайын дегенде Мусульге бар дейді. Мусульге барады. Мусульден Амурияға барады. Ол кісіде соңғы пайғамбар шығатын уақыт жақындады. Ол пайғамбардың 3 белгісі бар. Соны көрсең, соған ілес дейді. Біріншісі, сыйлық берсең алмайды. Сыйлық берсең алады, садақа берсең алмайды. Жауырында пайғамбарлық мөрі бар деді. Сол екен, Сәлман әл-Фариси өзінің Кәліп руымен келісіп Мәдинаға келмек болды. Жолдан оны яһудилер сатып алды және құл етті. Мәдинада яһудилердің қолында құл болып жүрді. Бақта құрма теріп жүріп, бір уыс құрманы алып келіп, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға: мынау сізге садақа деді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оны барлық өзінің сахабаларына бөліп берді. Оны, яғни, өзі алған жоқ. Бір уыс құрма беріп, мынау сізге сыйлық деп еді. Ол кезде оны жеді. Сөйтіп арқасынан ары жүріп, бері жүріп көрейін дегенде, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: Сәлман, нені көрейін деп тұрсың деп өзінің мөрін көрсетті. Осыдан 3 жыл өткеннен кейін, Бәдір, Ухуд соғысы өткеннен кейін, Сәлманды 8 килограмм алтын, 300 түп ағаш құрма ағашы жеміс беріп тұрған ағаш арқылы оны яһудилерден сатып алды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жәннат Сәлманға ғашық. Ол өте биязы, өте сондай ақылды, көркем мінезді, өте көп өмір сүрген. Тіптен ол 100 жылдан асық өмір сүрген деген, өте көп өмір сүрген. Келесі дәрістерде Алла қаласа айтамыз. Және Сәлманға сахабалар таласатын болған. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның Зейнеп деген қызы жолдасымен бірге Меккеде қалған еді. Қалған мүшелері де осы жаққа келді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің жолдасы болған Әбу Бәкірге, Әбу Бәкірдің қызы Айша бинт Әбу Бәкірге, жас қыз және өте білімді, өте көп хадисті бізге риуаят еткен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға үйленді және онымен бірге 10 жыл өмір сүрді. Өте білімді, дана әйел болған Айша анамыз. Жалпы Мәдинада өмір сүріп жүрді. Өзінің жаңылдегі мешітті құрылысы бітті. Сол жерде өзі көшіп барды. Азан 5 уақыт намазға азан үкімі орнады Мәдина қаласында. Және азаншы ол Біләл азан шақыратын болды. Біләл ол негізі түсі негроид, жаңылдегі
эфиопиялық болғанда, сондықтан ол қара адам болған, қара нәсілді адам. Мәдина қаласында алғашқыда құбыла Әл-Ақса мешітіне қарап оқылатын еді. Намаздың барлығы Әл-Ақса мешітіне қарап оқытылатын еді. Ал кейін Аллах тағаладан көп андай жүрегімен сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, содан ол мешіт, ол құбыла Қағбаға қарап ауыстырылды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам түрлі жорықтарға шығып, адамдарды дінге шақырып, дінді қабылдаушылар өте саны көбейді. Адамдардың барлығы сондай ислам дінін қабылдап, бақытты ғұмыр кеше бастады. Ол жерде ислам дінін қабылдамаған яһудилер де болған. Яһудилер өте сұм, арамы кісілер болған. Келесі дәрісте жалғастыратын боламыз. Ассаламу алейкум.